Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар. Бүгін біз Әбдімомын Желдібаевтың 85 жасына арналған қазақ оркестрінің «Күмбірлі күйім елімде» атты концертіне келдік. Дайындықтан бастап халықтың қошеметіне дейінгі үлкен процесті бірге тамашалайық. Кеттік. Патша көңіл көрерменнің назарында әйгілі ерке сылқым күйімен танымал Әбдімомын Желдібаевтың шығармашылығы. Дәл сол ерке сылқымы шекара асып, алыс жақын шетелдерде ойналған. Қазақ өнері тарихында күй атаулыға қойылған жалғыз мүсін де дәл осы шығармасына арналады. Тағы бір қызығы, авторды 20 жыл жетелеп бірақ жеткізген әуенге арқау болған Бикештің кім екені әлі күнге дейін жұмбақ. Бүгінгі музыка кеші де сыр мен сазға, туған елге деген ізгі махаббатқа толы болмақ. Бұл концерттің дайындығы таңғы сағат 9-нан бері жалғасып жатыр. Қазір міне 6 болып қалды. Сахнада жарық, музыканттар, камера, шығармашылық топ түгел дайындық үстінде. Біраз үзінді көрсетіп сіздерге де қызықтатайық. Біз қазір сахна сыртындағы артистерді аңдып, іздеп жүрміз. Сәлеметсіз? Сәлеметсіз. Қарап тұрсам, сахнаның сыртында тығылып, бір жерде қобалжып отырған сияқтысыз, қорқу бар ма? Кішкене бар, өйткені біз қанша шықсақ та, қанша концерт берсек те, әр кезіміз бірінші рет болғандай болады, сондықтан кішкене қобалжып отырмын. Қобалжусыз болмайды. Қобалжымасаңыз ешқандай сезім жоқ деген сөз. Қараңызшы, мына жерде енді өнерпаздар киімдерін киіп таба алмай, бір өздерінің дүниелерін айтып жатыр. Қиын болып жатқан жоқ па сізге? Жоқ, біз үйреншіктіміз ғой уже. Просто артистер қазір кейбіреулеріне тар болып жатыр киімдер, после карантиннан кейін кішкене. Концерттің сыртында бейне бір аққудың образындағыдай Бикештер әңгіме дүкен құрып тұр екен. Барып не жайлы әңгімелескенін сұрайықшы. Сәлеметсіздер? Қайырлы күн. Иә, оркестрдің мүшелерісіздер ғой. Не жайлы әңгімелесіңіз? Біз қорғалжың туралы әңгімелесіп тұрмыз. Енді концерттің алдында қобалжу сондай бір сезім бар ма? Жоқ. Неге? Өйткені біз күнде дайындалдық. Шымылдық әлі ашылған жоқ, концерттің дайындығы әлі жүріп жатыр. Бірақ сіздерге дәл қазір шымылдықтың ар жағындағы тағатсыздана күтіп отырған көрермендердің сезімін жеткіземіз. Кеттік. Концерттен қандай әсер аламын деп ойлайсыздар? Енді Құдай қаласа біз деген өнер адам болғаннан кейін театрдан келіп тұрмыз. Бізге осындай концерттер өте қызық, әрқашанда көріп өзімізге деген жаңа бір толқын, сондай сезімдерді алғымыз келеді. Сондықтан да бүгінгі концертке деген үмітіміз зор. Өте жақсы әсер алатын сияқтымын. Себебі жақсы концерт болатын сияқты менің ойымша. Енді десе де әу демейтін қазақ жоқ дейді. Өздеріңізден бір кішігірім ән болса. Әнді Айтсыңыз айтасыздар. бектер директор бағына әсі айтсын. Айтыңыздар енді. Желдір шеккен, желдір жүрген жайлауда бізді бөкен ай демейтін да. Әбдімомын ағаның немересі ме ол? Иә, немересі. Берғайыншы. Аха. Немересі. Аха. Ассалаумағалейкум. Өзі өлеңші, өзі әнші айта ғой. Ал есімің кім болады? Нұрғиса. Бүгін дәл қазір атаңның 85 жылдығына орай концерт өткелі жатыр. Сен де сахнаға шығып өнер көрсетесің бе? Жоқ, мен көрермен болып отырамын. Өте қуаныштымын. Осындай үлкен бір мереке біз үшін де. Өзің де өнерден алыс емес сияқтысың ғой. Қандай салада жүрсің? Домбыра мен ән. Амирчик кеттік. Қалай ойлайсыз, концертте өнерпаздар сіздің көңіліңізден шыға ма? Сыншылық бір көзбен қарайтын шығарсыз. Шығады деп ойлаймын. Бастан аяқ 2-3 күн дайындықта бірге болдым.
кеңейтік жерін бірге түзедік. Енді аға, біз осы таңғы бағдарламадан келіп тұрмыз. Өзіңіздің таңыңыз қалай атады? Бірден ояна салып күй тыңдайсыз ба, әлде тағы да басқа жерден шабыт іздейсіз бе? Мен өткенде күндерімді еске алып отырамын көпшілік жағдайда, кезеңдерде. Сондай атқарған жұмыстарымды, істерімді ойлап алып жатамын. Сонда таңның өзінің бір сыры бар, әдемі ой тастайтын. Анау бұлбұлдар сайрайды, құстар сайрайды, шықылықтайды. Соларды көремін, өзіме риза болып, солардың сырына көбірек қарап отырамын. Халыққа бір таңғы тілегіңіз, батаңыз болса? Енді әр пенденің, қазақстандықтың таңы жақсылықпен атсын. Жақсылықпен атсын. Отбасылар аман болсын. Ең керегі елімізде тыныштық болсын. Еліміздің амандығын тілеймін. Аман болсын халқым. Енді Әбдімомын аға, мынау енді 80 жылдық концертіңіз өткенде өтті, 85 жылдық концертіңіз міне тағы болып жатыр. 95, 105, 115 болып ары қарай жалғаса берсін деген тілектеміз. Аман болыңыз, көп жасаңыз. Рахмет. Рахмет. Композитордың көрермендер залына кірген сұлақ екен. Халықтың ыстық ықыласы қошеметпен әлдилеп әкетті. Бұл концертте тек үлкен кісілер ғана емес, кішкентай балалар да, жас өнерпаздар да бар. Дәл қазір мен мына балақайдың қасына келіп отырмын. Домбырасы бар екен, домбыраны көрсетіп қойшы. Бәрекелді. Енді сен домбырада ойнауды қашан бастадың? 4 жылдай болды. 4 жылдай болып қалды. Ал онда шебер күйші шығарсың. Әбдімомын ағаңның бір күйін орындап жібересің бе? Ерке сылқымды ма? Жарайды, ерке сылқымнан кішкене орындап көрші. Кішкене? Бас жағы. Дауысы дұрыс емес. Құлағын жөндеп берейін ба? Жөндей ал. Ал мен қазір құлағын жөндеп берейін. Ал. Сонымен міне концерт аяқталды. Халықтың ыстық ықыласы мен махаббаты әлдилеген Әбдімомын атамның орнына мен де отырып алып, маған да дари берсін деп концертті аяқтағалы жатырмын. Оянда күй кеңістігінде халықта.